Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тауық еті қосылған бәліштің рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Менің каналыма тіркеліп және жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны, қаймақты және айран мен сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және тұзымызды себеміз. Енді ұнымызға қопсықышымызды қосып, қалған массамызға ақырындап қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді оны тоңазытқышқа начинкамыз дайын болғанша салып қоямыз. Енді начинкамызға кірісеміз. Картошкамызды осылай майдалап төртбұрыштап турап аламыз. Және пиязымызды да майдалап турап аламыз. Және тауық етін де майдалап тураймыз. Барлығын араластырып, үстіне тұзымызды сеуіп, және өз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді қамырымызға көшейік. Қамырымызды екіге бөліп, біріншісін осылай жұқа қылып жайып аламыз. Енді протеинімізге пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды қойып аламыз. Осылай алақандарыңызбен тартып қойсаңыздар болады. Үстіне начинкамызды қоямыз. Енді келесі екінші қамырымызды, яғни бетіне жабатын қамырымызды да жұқалап жайып аламыз. Менің каналыма тіркеліп және жаңа видеолардан қалып қоймас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді екінші қамырымызды бетіне қойып, жан-жағын осылай тартып, бітеп, мен сияқты жан-жағын өріп шықсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сарысымен сүтімізді араластырып жағып шығамыз, және мен сияқты ортасын осылай кесіп алыңыздар, себебі бәлішімізге ауа кіргеннен кейін ол ісінеді. Және бетіне осылай кунжут сепсеңіздер болады. Енді 180 градус қызып тұрған пешімізге бәлішімізді салып, 40 минутта, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің тауық еті қосылған бәлішіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, іші жұмсақ, әрі өте тойымды болып шықты. Осы пирогты жасауға сіздерге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.